Түркістан облысында 12 миллион теңге қарызы бар автокөлік жүргізушісі анықталды. Полицияға республикалық маңызы бар Шымкент-Самара трассасында іздеудегі Хавал маркалы көлігі туралы хабарлама келіп түскен. Көлік иесінің банкке 16 миллион теңге қарызы бар болып шықты. Белгілі болғандай жүргізуші 9 ай бойы несиесін төлемей жүрген екен. Шымкент-Самара тас жолы бойында қорғау жүйесі бойынша Хавал автокөлігі тоқтатылып, 16 миллион 263 мың теңге айыппұлы бар екені анықталып, Темірлан Ордабасы айып тұрағына қойылды. Сарыағаш ауданының полициясы бір тәулік ішінде 30 құқық бұзушылықты анықтады. Құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмыстарды ашу, оның ішінде алаяқтық пен қарақшылықты, сондай-ақ аудан аумағында қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында полицейлер профилактикалық шаралар жүргізді. Учаскелік инспекторлар бейнебақылау камералары арқылы қоғамдық орындарды ластау бойынша 10 құқық бұзушыны анықтады. Сондай-ақ тәртіп сақшылары 12 жол қозғалысы ережелерін бұзу фактісін анықтап, рұқсат етілмеген жерлерде сауда жасаудың 3 дерегі және қоғамдық орындарда тыныштықты бұзу бойынша 3 хаттама толтырды. Сонымен қатар, қоғамдық орында мас күйде жүргені үшін бір тұрғынға, қару-жарақ сақтау ережелерін бұзған тағы бір адамға әкімшілік шара көрілді. Түркістан облысында жас қыз көршісінің ақшасымен ұялы телефон ұрлап кеткен. Оқиға кешкі уақытта болған. Күдікті иесі сыртқа шыққан сәттің оңтайлы пайдаланып, үйге терезе арқылы кірген. Бойжеткен жатын бөлмедегі үстел үстінде қалған ұялы телефонмен 85 мың теңгені қолды еткен. Кейін ол оңай олжасын сатып, үстінен көрген ақшаны жұмсап үлгерген. Қазығұрт ауданының полицейлері күдіктіні ұстады. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Тыңдаңыздар, орталық көшелерде тосқауыл қойылсын.